Сабаққа келетін болсақ, бірінші күні мен сразу жолдан келе салып сабаққа кірістім. Сабақта бірінші күні ол кішігірім теория болды. Доу Джонс туралы. Оны сіздер Google'дан қарасаңыздар болады. Көп уақыттарыңызды алмай қойын, бұл жақта айта берсек, ол да біраз айтылатын тема. Және де теханализдегі трендтер туралы. Бычий тренд және медвежий тренд. Және ол флет дейді, боковой тренд, сол туралы айтылды. Және де ең соңғы уақытында бірінші сабақтың максимум минимумдары, графиктерді, если трейдингті көретін болсаңыз, максимум минимумдарын белгілеу болды. Және де үй жұмысы берілді. Үй жұмысында сол 3 компанияны таңдап, 3 компанияның ішінде бағанағы бычий тренд, медвежий тренд немесе боковик деген, флет деген трендті белгілеп, максимум минимумдарын белгілеп жіберу керек болды. Мен сіздерге қазір примерно скриншот көрсетіп кетемін. Мен үй жұмысын жасағанымда. Сол бірінші күн сонымен бітті.